Баршаңызға қайырлы күн достар, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бүгін сіздерге наурыз көженің өзімнің анашымның тәсілі бойынша дайындалу жолын көрсететін боламын. Алдымен көктемге сақтаған сүреттерімізді осылай баяу отта көбігі шыққанша бір қайнатып аламыз. Жылқы сүрленген жылқының еті мен қазысы көбігі шыққаннан кейін тағы 2-2,5 сағатқа етіміз толық піскенше қоямыз. Еттеріміз піскеннен кейін оны жақсылап сүзіп алып тастаймыз. Сорпамызды да бетіндегі артық майларынан сүзіп алып жақсылап тазартып аламыз. Енді наурыз көжеге қосатын дәнді дақылдарымызды әркім өз қалауы бойынша қосады негізі. Кейбір өңірлер фасоль, ноқат секілді, маш, перловка қосып жатады. Мен осылай жүгеріні, сары жүгеріні және де бидайды қосам және тары қосамын. Бұл бидай мен жүгеріні алдын ала бір күн бұрын ыстық суға бұқтырып дайындап қойған болатынмын. Бұлар жартылай пісіп дайын тұрған дақылдар. Және де бір кесе тары қосып жібердім. Тарыны енді жуып, жақсылап жуып алып қосып жіберсеңіздер болады. Тарының пісуі тез-ақ. Енді осы 3 дәнді дақылымызды шамамен 30-40 минут орташа отта бұрқылдатып бір қайнатып аламыз. Алдын ала пісірілген болғандықтан бидайымыз да жүгеріміз де өте жұмсақ болып піседі. Енді осы сорпамызға етімізді жақсылап турап, қазымызды дөңгелекше етіп турап қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзын қосасыздар. Жақсылап араластырып алып, енді бөлек ыдысымызға жарты бөлігін құйып аламыз. Сорпаның барлығына бірден айран мен қатықты құртты қосып жүрудің қажеті жоқ. Осылай өзіңіз ішетін бөлігін құйып алып, оған қолдың айраны және де осылай құртты езіп қосқандарыңыз дұрыс. Тәтті қолдың айранымен осылай езіліп, жақсылап езілген құрт өте керемет дәм береді. Мінекей, енді ыдыстарымызға құйып ұсына берсек болады. Біздің наурыз көжеміз қоймалжың да емес, өте қатты сұйық та емес, өте жақсы бабында пісіп тұр. Барлықтарыңызға ас болсын, наурыз мерекесі тағы да құтты болсын. Міндетті түрде осы рецептпен де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.